Вы это слышали? Дайте конкретно. Уберите руки. Уберите руки. Уберите руки. Конкретно. Уходите. Уходите вы. Уходите вы. Уходите вы. Где закон? Даешь жилье. Даешь жилье. Даешь жилье. Даешь жилье. Фамилияңыз? Молдабек Қуаныш Қайратұлы. Қызметіңізді Қала айтыңыз. әкімінің кеңесшісі. По социальным вопросам. Қазіргі таңда бұл кісілермен біз бірнеше мәрте кездесулер болған. Қала әкімімен, қала әкімінің орынбасарлары, басқарма басшылары және де министерствоның өкілдерімен де, парламент депутаттарымен де бұл кісілермен бірнеше кездесулер болды, бірнеше түсініктер берілді. Қазіргі таңда біз әлеуметтік пәтердің санын жылдан жылға көбейтіп келеміз. Әлеуметтік пәтердің саны биыл 10 мыңнан аса пәтер беру жоспарлап отырмыз. Дәл қазір оның ішіне дәл осы мүгедек бала тәрбиелеуші және де жалпы мүгедектігі бар азаматтардың категориясы бойынша құжаттар біздің тұрғын үй қоры құжаттар қабылдау үстінде. Тек айтарымыз кезексіз ешқандай азаматтарға үй берілмейді. Үй тек қана заң аясында кезекте. Нету этой логики. Если они ссылаются на какой-то закон. Какой закон? Почему лица, которые стали после меня, я стою 12-й год, лица 14-15 года встали, через месяц приватизировали, получили безвозмездно, понимаете? 31 января 2019 году я подавала коллективное обращение по поводу служебного расследования. В 2019 году, 11 сентября, на имя Кургинова я подавала обращение провести служебное расследование. Где оно ответ? Где само расследование? Если никто не имеет преимущественного права перед другими, где этот закон? Для кого он действует? Скажите мне, пожалуйста. Все через зад делают. Людей вообще не жалеют. Ребенка пожалеет инвалид. Ребенка довели до инвалидности. Вообще никого не В санаторий я не ездила за всю свою жизнь. Ребенок 5 лет не ездил в санаторий. А ему так семьи не могут предоставить. Почему? Куда деваются эти деньги, которые предоставляются, выделяются бюджетом на инвалидов? Куда эти деньги уходят? Почему мне здесь вот такси не могут дать? Почему я полупарализованная должна ходить вымаливать эти услуги в государство? Вместо того, чтобы государство заботиться должно, наоборот, нас уничтожает. Мы понимаем, что государству нужно здоровое поколение. Они что, ждут, когда мы умрем? Нашей смерти не могут дождаться. Жилье инвалидов! Жилье инвалидов! Саламатсызба, мен Шухаева Назгүл Қияшқызы, 1987 жылымын. 9 жасымда мектепте травма алып эпилепсиямен ауырдым. 9 жасымнан бастап. Міне 25 жыл болды ауырып келе жатқаныма. 3-ші топ мүгедектегімін. Мен мысалы, менің талабым бізге пособияны көтерсін. Өйткені менің диагнозыммен мені жұмысқа ешкім алмайды, қорқады эпилепсиктермен жұмыс істеуге. Бір жерде талып қалсаң, ауырып қалсаң, біз саған жауапкершілік алмаймыз дейді работодательдер. Сондықтан да бізден қорқады. Сосын пособия көтерсін, сосын 3-ші топқа, 1-ші, 2-ші топқа сияқты льготалар қоссын. Біз өйткені рабочий группа болып саналамыз. Ал мен диагнозыммен мен жұмыс істей алмаймын. Жұмыс істесем де 1 ай болды жұмыс істеймін. 1 айдан кейін приступ ұстайды, құлайым болды, содан бері шыға алмаймын. Мені жұмыстан шығарып тастайды. Сосын льготалар қоссын бізге. 1-ші, 2-ші топқа сияқты. Баспанаға бізді очередьқа қойсын 3-ші топты. Бізді бұл очередьқа қоймайды, рабочий группаласыңдар деп. Бізді қоймайды. Мен мысалы осындай міне жағдайдамын. Неге жалғыз пособияға өмір сүріп келе жатырмын. 2 балам бар. Менің аты жөнім Біләлов Болатбек. Мен наследие деген қоғамның заңгерімін. Осы әлеуметтік сұрақтармен көбінесе көп жыл байланып жұмыс істеп жатырмыз. Сол енді бұлай мүгедектер туралы айтсам десек, осы мүгедектердің көп сұрақтары бар. Ол пособия, ол тұрып жатқан жерлері, сол бір сұрағы мен жұмыс істеп жатқан сұрағы ол баспана сұрағы. Сол баспана мүгедектігі баспананың сұрағын біз уже көп ай көтеріп жатырмыз. Анау жұмыс тобында болғанда 19 жылы жасалғанда сонда түгел анау көп балалы аналардың сұрақтарын көтергенде мен де онда тұрып айтқанда сіздер қазір мынау көп аналарды айтып жатсыздар. Ана мүгедектерді неге айтпайсыздар? Ертең сіздер оларды бөліп ұстап, ертең халықты бір-біріне шақтырып жатсыздар деп. Сол мен онда сөзім өткен жоқ. Олар келді ана көп балалар аналарға заң бойынша
көп құқықтарды берді да мүгедек кісілерді онда қалып қойды. Но қалып қойғасын ол сұрақтар шешілмегесін ол болмайды ғой. Тағы да сосын бір жылдан кейін міне кісілер келіп, мынау баспана жоқ, анау очередьте тұрып жатырмыз, не істеуге болады деп болса, ана жылы біз тағы да келдік. Ана жылы біз әкімшілікке келдік. Әкімшілікке келгенде олар айтады, ой, біз мына сұрақты шешпейміз, сіздер парламентке барыңыздар деп. Біз парламентке бардық, парламент айтты, ой, біз ол сұрақты шешпейміз, үкіметке барыңыздар деп. Үкіметке барғанымызда, ой, біз мына сұрақты шешпейміз, президентке барыңдар деп. Біз президентке барғанымызда, президенттің анау көмекші Дүйсенова Тамарамен кездескен, ол айтты, жұмыс тобын бастаймыз да солда істейміз деп. Маған айтты, вот сіз Болатбек, сіз сол осы заңгерден көрініп тұрсыз, сіз осы жұмыс тобында тоже болуға тиіссіз деп. Да, түгел осы көп анау инвалидтардың, мүгедектердің құқықтары көбі қазір заңда жазылмаған дұрыс, конвенция арқылы түгелінде келтіріліп, сол үшін сіздердің сұрақтарыңыз көтеріп жатқан дұрыс. Бізді айғай шуламай өзіміз сол жұмыс тобымызға шақырды. Ол желтоқсан айында болды. Енді желтоқсан айында болғасын айтты, бір ай күтіңдер, анау сайлау бітсін, сайлаудан кейін жұмыс бастаймыз деді. Қаңтар өтті, сайлау өтті. Ақпан келді, біз тағы да бардық. Олар айтады, енді сәуірді күтіңдер деді. Сәуірді күттік, енді маусым кетті. Мамырмен енді маусым жақындап қалды. Енді не істеп жатсыз десе, олар опять қайталатын бір сөзі жоспарланып жатырмыз. Келесі жылдарда болады, 25-ші жылда болады, 23-ші жылда болады. Мынау қазіргі жағдайларын ойлайтын, қазіргі жағдайды шешетін жоспарлары олардың көрінбейді. Түгелінде бір сөздері, күтіңдер, күтіңдер, міне мына мүгедектер уже 10 жылдан бастап күтіп отыр. 1-2 жыл болса ғой, 10 жыл, 12 жыл, 17 жыл күтіп тұрған адамдарды мен білемін. И сол 17 жыл күткізіп қойып, тағы да бір 5-6 жылға күткізіп керек. Может быть, оларға кабинетте отырып оңай шығар күтуге. Бірақ та біздің халыққа, особенно қиын жағдайда тұрып атқан халыққа қойда бір күн жаман махаббат тұрып атқан общежитияда бір күн тұрып атқанға ол өте қиын.